биздин партия сиздерге тек колдоочу болот. Таанышканыма өтө кубанычтымын. Сурактарыңыз болсо жооп берүүгө дайынмын. Бизге жаңа Казакстанга жаңа идея, жаңа чечимдер керек болот. Солай табыс дейбиз. Бірінші мәселе анау мемлекеттік мекемелердің мамандан айлығы көбейту керек. Бұл кезде жемқор болмайды. Айлықты өсірсе, тамақтың бағасын өсіреді. Сол екінші мәселе тоқтау керек. Енді Құдай қаласа сенеміз енді жігіттерге. Алланың қалауымен ғой, Алла тапсырамыз бәрін. Бұл тек қана биліктің қолынан келмейді. Бұл халықпен бірге жұмыс істейді.